Ал балалар, бүгін біз ойын ойнайтын боламыз. Ол жай ойын емес, асықпен ойналатын ойын. Оның аты хан талапай деп аталады. Ал сендер асық ойындарын білесіңдер ме? Асық ойын білеміз бе? Білеміз, иә? Олай болса, бүгінгі ойынымыз хан талапай деп аталады. Асықтардың ішінде бір қызыл асық болады, ол хан деп аталады. Ал мен сендерге қазір асықты шашқан кезде сендер жылдамдықпен жинап алуларың керек. Мен сендерге ойын шартын түсіндіріп жатырмын, иә? Сендер мұқият тыңдап алыңдар. Одан кейін қызыл асықты кім алады, сол ойынды бірінші бастайды. Ал кәне, мен сендерге асықты шашатын боламын. Талапай, талапай, табылды ойын алақай. Кәне бәрі тыңдап алыңдар. Барлығымыз алдық па? Ал кәне, орнымызда тұрайық. Қызыл асық кімде екен? Қызыл асық сандарда екен. Ал кәне, асықтарымызды тізейік. Қызыл асықты алған бала ойынды бірінші бастайтын болады. Асықтарымызды жылдам тізейік. Тізіп шығайық. Асықты тізіп шығайық. Бәріміз бір қатарға тұрамыз. Асықтар тізейік, кәне балалар. Тіземіз. Кімде асығы бар, тізе ғой. Асықтарымызды тіземіз. Бір асықты алып қаламыз өзіміз. Бар, тізе ғой. Асықтарымызды тіземіз, кәне балалар. Ал тіктік ба. Балалар, кім асықты дәлдейді? Сол бала, көп дәлдеген бала жеңімпаз болады. Ал бір рет дәлдесек, екінші рет тағы да ойнау мүмкіндігі беріледі. Ал бірінші бізде хан асығын алған бала бірінші бастайды. Бастай ғой. Жарайсың, кәне ала ғой өзіңе. Атқан асығыңды. Енісінде тағы да бір мүмкіндік бар. Ата ғой. Ал екіншісінде болмай қалды, иә? Онда бізде келесі бала. Нариман бастай ғой. Жарайсың, Нариман, ала ғой өзіңе. Атқан асығыңды және сақаңды ала ғой. Сенде тағы да бір мүмкіндік бар. Жарайсың, ала ғой тағы да. Ал Нариманда тағы да бір мүмкіндік бар. Ал тағы да бір рет ата ғой. Жарайсың, ала ғой. Жақсы. Ал келесі бізде. Бастай ғой. Жарайсың, өзіңе тигізген асығыңды ала ғой. Жарайсың, келе ғой. Ал сенде тағы да бір мүмкіндік бар. Жақсы, жарайсың, өте керемет. Ал енді келесі бала ата бізде, ата ғой келесі. Арыстан ата ғой. Арыстанды тимей қалды, өзіңнің асығыңды алып келе ғой. Келесі бізде Айсұлтан. Айсұлтан да тигіз алмады, өзіңнің асығыңды ала ғой. Ал Исмаил тигіз алмады. Келесі. Жарайсың, ала ғой. Өзіңнің атқан асығыңды ала ғой. Жақсы, ала ғой. Біз ара қашықтықты сақтайық. Ал енді тағы да бір мүмкіндік бар сенде. Жақсы. Балалар, бүгінгі ойынның жеңімпазы бізде Нариман. Өйткені Нариман 3 мүмкіндікті де асықты көп жинады. Ал сендерге ойын ұнады ма? Балалар, хан талапай ойыны сендер жиі ойнайтын болсаңдар, сендердің икемділіктерің мен жылдамдықтарың, мергендіктерің шыңдала түседі.